Құрметті көрермен, мысалға біз әйел адамдар көбінде ас бөлмеде жүрген уақытта өте бір сондай өзімізге сенімді боламыз. Өзіміздің күнделікті жасап жүрген тамағымызды жасап, асымызды үйдегі жанұямызға ұсынамыз. Ол жерде бізде сенімділік деген енді өте қатты артып тұрады, себебі біз білеміз, дәмді жасаймыз, дәмді шықты. Енді әрине жаңадан жасап жатқан бір мәзір болатын болса, онда бір кішкене сенімсіздік пайда болады. Дәл осылай біз ортаға келгенде де сондай сенімсіздіктер болатын жағдайлар, жайттар өте көп болады екен. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер. Парақшам пайдалы болса тіркеліп, достарыңызбен міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. Ал мен алдағы уақытта сіздерге осындай сенімділік жайында сөз қозғайтын боламын. Жалпы адамдар көбінде өзінің үйреншікті ортасында өзін өте сенімді сезінеді. Кейбір орталарда сенімсіздік пайда болады. Ол өте қалыпты жағдай. Одан ешқандай да қымсынудың, қысылудың қажеті жоқ. Мысалға біз өзіміздің танымайтын ортаға барып, сол жерде өзімізді еркін ұстау, бұл бірге бір бола бермейді әрине. Себебі өзіңнің танымайтын ортаңа барған кезде, танитын ортаңда өзіңді еркін ұстайтын болсаң, бұл біртүрлі болуы мүмкін әрине. Ойлаңызшы. Ал өзіміздің білетін ортамызда біз өзімізді еркін, ана адамды да танимыз, мына адамды да танимыз. Барлығын білгеннен кейін біз өзімізді судағы балықтай еркін жүземіз. Ал кейбір орталарда шын мәнісінде өз-өзіңді ұстанып, адамдарды танып, сырт келбетімен танысып, содан кейін ғана өзіңді еркіндікке үйретсеңіз болады. Әрине, еркіндік болмаған жағдайда өзіңді жегідей жеп, мен еркін бола алмадым, мен мына жерде кішкене сенімсіздеу болып тұрған секілдімін деп өзіңді жеу дұрыс емес әрине. Себебі бұл қалыпты жағдай. Өзімді дұрыс ұстап тұрмын. Мен әуелі адамдармен танысу керекпін дегендей өзіңізді еркін ұстаңыз. Ешқандай да қысылмаңыз, қымсынбаңыз. Бұл қалыпты жағдай. Өзіңізді осы жерде қалыпты жағдай екенін сезінген уақытта сіз сол бір қысылу, қымсынудан арыласыз. Ал егер өзіңізді танымайтын ортада еркін ұстайтын болсаңыз, бұл ерсі көрінеді әрине. Тәрбиесіздік, этиканың жоқтығы деген сияқты әңгімелер де болып кетуі мүмкін. Сондықтан да өзіңіздің танымайтын ортада өзіңізді ұстанып, әуелі танысып алып, кейін ғана еркіндікке өтсеңіз, осысы абзал. Мысалға айта кететін болсақ, сіз жаңа жұмыс орнына бардыңыз. Орналастыңыз делік. Сол жерде сіз ненің қай жерде тұратынын, қай құжатпен қалай жұмыс жасау керек екенін әзірге білмедіңіз. Бұл жерде де бір сенімсіздік пайда болады. Кішкене жалтақ пайда болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ол жерде де қалыпты жағдай. Ең әуелі жұмысты білетін адамдардан сұрап, үйреніп алуға тырысу қажет. 1-2 аптаның ішінде негізі үйреніп алуға болады. Ары қарай өзіңді сенімді сезінесің. Ненің қай жерде тұратынын білесің, қай құжатпен қалай жұмыс жасау керек екенін біле бастайсыз. Мінекей дәл сол уақытта еркіндік пайда болады. Кез келген жағдайда осындай еркіндікті уақыт өте келе тәжірибемен еркіндікке жетуге болады. Яғни біз көбінде сол еркіндікті ала алмай жатамыз. Үйрене алмаймын, білмеймін, мен үшін бір бөтен секілді деген секілді, болмаса өзіңізді сенімсіз сезініп тұрған секілді ұзақ уақыттар бойы жүре алмайсыз. Себебі кез келген дүниеге адам үйренеді. Мысалға сізден өзіңіздің жасап жүрген жұмысыңызды келіп, бір кісі сұрайтын болса, өтініш білдіретін болса, сіз білетін болсаңыз жұмысыңызды, сіз сенімді түрде ол кісіге түсіндіре бастайсыз, мынаны былай жасайды деп. Ал егер де сіз жаңадан келген, ұжымға жаңадан қосылған болсаңыз, тәжірибені әлі алмасып үлгермесеңіз, мінекей сол уақытта кішкене сенімсіздік пайда болады. Ондай кезде ескере айту керек. Мінекей мен жаңадан келіп жатырмын, жаңадан үйреніп жатырмын, мені білетін кісіден сұраңыз деп. Әуелі сол уақытта өзіңіз білетін адамның қасында көбірек жүргеніңіз абзал. Себебі сіз көре-көре үйренесіз. Бізде қазақта сөз бар: сөйлей-сөйлей шешен боласың, көре-көре көсем боласың дейді. Кез келген істі бастаған адам басында сенімсіздеу болады. Ал жасай келе, тәжірибе алмаса келе,
сенімділік пайда болады, өзінің ісіне деген. Ол жасап қателесіп көрді. Жасап қателесіп көрген адамның тәжірибесі әлдеқайда биік болады. Сондықтан да жасаудан қорықпаңыз, тәжірибе алмасудан қорықпаңыз, сұраудан ең бастысы қорықпаңыз. Себебі біз сұрауға ұялатын болсақ, тәжірибе алмаса алмаймыз. Ешқандай қорықпаңыз, білмейтін дүниеңізді сұраңыз. Осылай сіз тәжірибе алмасасыз, қобалжудан арыласыз. Ешқандай қобалжуды сіз өзіңіздің дұрыс емес жасап тұрмын, мен білмеймін өз ісімді деп бағаламаңыз. Сіз сол істің маманын оқып келсеңіз де тіпті жұмысқа келген уақытта жұмыс басқаша жүруі мүмкін. Мысалға, бізде университетте сіз бір сабақтарды оқисыз, мектеппен байланысты кішкене теориялық түрде, ал жұмысқа барған кезде практикалық түрде мүлде басқа дүние жасайсыз. Осы тұста сіз осыны байқасаңыз болады. Яғни жұмыста басқа жұмыс жасайсыз, ол жерде тәжірибе алмасу ең басты дүние. Сонда ғана сізде сенімділік пайда болады. Оқып келгеннен кейін жаңа маман болғанда, жас маман болғанда көбінде осындай сенімсіздіктер болады. Бірақ ол сенімсіздіктен сіз де қорықпаңыз. Алға сұрай беріңіз, сұрай білесіз. Және де өзіңіздің жұмысыңыздың шебері боласыз. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали, парақшама тіркеле отырыңыз және пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Қай кезде сіз өзіңізді сенімсіз сезіндіңіз және қазіргі таңда өзіңіздің жұмыс жасап жатқан жеріңізде сенімдісіз бе, өз ісіңіздің маманысыз ба? Осыны жаза кетіңіз.